Атам Саратов қаласындағы жылдам атқыштар даярлау полк мектебін оқып бітіріп, кіші командирлер белгісін алады. Осы жылы 196 дивизияның құрамында Сталинград түбіндегі майданға аттанады. 725 артиллерия полкының 3-ші взвод басқарма дивизиясында Дон өзенінің арғы бетіндегі соғысқа қатысқан. Атам Төлтай Шанов Югославия партизандар қатарына 1943 жылы 20 октябрьде келіп қосылады. 9-шы корпус, 18-ші бригада, 2-ші екпінді батальон сабында ол қатардағы жауынгерден батальон комиссарлығына дейін көтеріледі. Жаумен отаннан алыста шайқасқан көп ұлтты партизан семьясында ол өзін бауырмал жолдас, алғырда білгір саяси қызметкер ретінде танытып,